Сәлем достар, бүгін сіздерге өте оңай әрі дәмді, керемет кекс дайындайтын боламыз. Ал кеттік, менімен бірге болыңыздар. Бізге керегі 3 жұмыртқа. 3 жұмыртқамызды алып, ыдысымызға салып аламыз. Егер де сіздердің жұмыртқаларыңыз кішірек болатын болса, 4 жұмыртқа қосасыздар. Осылайша жұмыртқаларымыздың бәрін қосып, миксерлеп аламыз. Миксерлеп алған соң жаймендеп қантымызды, яғни шекерімізді қосып отырамыз. Шекеріңізді бірден салмаңыздар. Осылайша бөліп саламыз. Және де сұйық майымызды қосамыз. Енді кезекте айранымызды саламыз. Менің айраным үй жағдайында жасалған осындай қою айран. Сіздер дүкеннен сатып алсаңыздар да болады. Айран болмаса сүт қоссаңыздар да болады. Осылайша жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнымызды електен өткізіп алып, 1 қасық ас содасы және де қоптасқыш қосамыз 1 қасық. Жақсылап араластырып алып, ұнымыздың барлығын бірден саламыз. Ұнымызды миксерлеген кезде бірден миксерлемеңіздер, өйткені ұнымыз шашырап кетеді. Осылайша жақсылап араластырып алып, содан соң миксерлейміз. Неге біздің қамырымыз осындай болу керек? Және де мен мейіз қостым. Жаңға қоссаңыздар да болады. Енді қалпымызды осылай майлап алып, және де қамырымызды саламыз. Мінекей біз қамырымызды қалпымызға салып алдық. Енді 180 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Қараңыздаршы, қандай әдемі, жұмсақ, шаймен ішкенге өте керемет.